YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Бүгін біз осындай хит чепчикті оқитын боламыз. Бұл бас киім қазір трендтен қалған жоқ. Көктемде және күзде еркін киесіздер. Расходы небары 60 грамм, сондықтан бірге тоқуға кеңес беремін. Бастайық. Сонымен бізге қажетті заттармен танысып өтетін болсақ, ең бірінші бізге жүп қажет. Газал Baby Wool XL қолданамын. 50 граммда 100 метр бар. Бұл жерде құрамын айтсақ, 40% акрил, 20% кашемир ПА және 40% мериносовая шерсть. Бұл жуғаннан кейін негізі жаңағы созылмайды, немесе қысқармайды, сондықтан өте ыңғайлы. Нағыз балалардың киімдерін тоқуға және бас киімдерді тоқуға осы жіпті кеңес беремін. Спицы мұнда 4,5-5 деп тұр. Мен 4 қолданамын, 4-тікті. Менде қазір 2 моток алдым. Қанша шығатынын қазір жұмыс соңында айтатын боламын. Расходтарын негізі 50 граммнан сәл көбірек болуға қажет. 60 граммдай шамасында. Сондықтан 2 мотогын алып отырмын. Екінші бізге қажет осындай чулочный дейді, яғни тік осындай біздер қажет. Екеу болса болады. Бұл менде 3 миллиметрлік екеу және 4 миллиметрлік круговой спицы. Негізі екеуі де бірдей қалыңдықта болса да ештеңе етпейді. Менде міне мынау 4 және бұл 3. Және маркер. Өздеріңізге ыңғайлы маркер пайдалансаңыздар болады. Мен осындай пластиковый ең қарапайым маркерді пайдаланамын. Олай болса кірісейік. Ең алдымен біз жаңағыдай не тоқимыз? Шнур тоқимыз. Шнурды қалай тоқимыз? Соны көрсетемін. Бұл жіп негізі міне примерно осындай. Камерада көк болып тұр. Көктен көріп, бұл кішкене андай көгілдір голубой цвет сияқты, өте богатый, әдемі көрінеді. Фотосын прикреплять етем, өйткені видеода нағыз цвет көрініп тұрған жоқ. Жақсы, онда кірісейік. Осылай алып. Осы жерден біз круговой спицаны алып тастаймыз. Әзірше тек осы тік бізбен жұмыс істейміз. Олай болса бастаймыз. Олай болса бастаймыз. Алдымен тек қана 3 ілмек алып аламыз. Міне 3 ілмек алып алдық. Енді бұл ілмекті іліп болғаннан кейін бұлай сырғытамыз. Және қысқа жағын алып қалып, тек ұзын жағымен жұмыс істейміз. Сырғытып, үшеуін де оң жағымен тоқимыз. Үшеуін де оң қылып тоқитын боламыз. Міне. Біріншісі. Алғашқылар кішкене ыңғайсыздау болады, ары қарай өткеннен кейін уже жақсы жеңіл бола бастайды. Біреу. Екеу. Және үшеу. Енді сырғытамыз. Және ары қарай тоқимыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Осылай дұрыстап кішкене тартып қоямыз. Қайтадан сырғытамыз. Сырғытамыз. Және кішкене үлкейтіп алайын. Так. Сырғытамыз. Енді тағы да тоқимыз міне. Біреу. Екеу. Үшеу. Тағы да. Біреу. Екеу. Үшеу. Міне. Осылай жалғастыра береміз. Шамамен 40 сантиметр тоқимыз. Қазір тоқыған кезінде айтамын, мен 40 сантиметр тоқитын боламын. 40 сантиметр өзіміз самостоятельно тоқимыз, содан кейін кездесеміз. Мінекей мен 40 сантиметр тоқып алдым. Енді біз әзірше осы спицамен тоқып
тоқи береміз. Кішкене тоққаннан кейін круговой спицаға өтетін боламыз. Қараңыздар, міне, дәл осылай ары қарай жалғастырамыз. Осы жерде бірінші міне алғашқы біреуін солай іліп аламыз. Біреуін осылай іліп аламыз. Және екіншісін бұл жерде прибавка жасаймыз. Яғни бірінші прибавканы қалай жасаймыз? Бірінші прибавканы міне былай, керісінше былай, өзімізге қарай. На себя дейді, өзімізге қарай жасаймыз. Міне осылай, жіп өзімізге қарап тұру керек. Осылай, скрещені ғып жасаймыз. Содан кейін бұл бізде оң жағы ғой, сондықтан біреуін кері аламыз. Ортаншысын, яғни бізде ортаншысы, осы ортаншысы кері алынатын болады оң жағында. Яғни ортаншысынан кейін тағыдай накид жасаймыз. Бұл жерде бізде өзімізге емес, бізден от себя, яғни бұлай болады. Осылай болады. Және соңғысын оң іліп аламыз. Біріншісін іліп аламыз әзірше. Енді екінші жағына көшеміз. Бұл бізде кері жағы болады. Міне, біріншісін оң іліп аламыз. Екіншісін оң ілеміз тағы да. Бірақ қараңыз, мына жерде бізде скрещені болады ғой. Сондықтан бергі жағынан емес, арғы жағынан ілеміз. Сол кезде бізде скрещені болады. Арғы жағынан ілдік. Ona ортаңғы петля бізде солай оң болып қалады. Және бұл жерде тағы да міне. Бер жағынан іліп аламыз. Және соңғысын ішкі жағынан кері іліп аламыз. Міне, осылай. Бұл екінші қатар болды. Енді үшінші қатарға өтеміз. Үшінші қатарда біріншісін бос алып аламыз. Бос алып алдық. Екіншісін оң алдық. Үшіншісін кері аламыз. Жоқ, бұл жерде накид бар тағы да бір накид жасау керекпіз. Ол үшін біз міне, от себе болады. На себя, міне. Жоқ, на себя былай да. Мен кішкене накидте әзірше кішкене шатсамыз, міне. Біреуін былай. Сосын ортаңғы петля мынау изнаночный. Сосын іліп аламыз. Так, от себя болды. На себя, емі? На себя, от себя. Бірінші на себя болады. Мына жерде от себя болып тұр, дұрыс. Енді екеуін оң аламыз. Және соңғысын кері алсақ болады. Міне. Түсінікті, келесі төртінші қатар біреуін бос аламыз. Так, оң көріп тұрсақ оны, теріс көріп тұрмыз, оң аламыз. Мына жерде уже накид қой. Накидтің бергі емес, арғы қабырғасынан, ар жақтағы қабырғасынан аламыз. Осылай іліп аламыз. Іліп алдық. Енді мына жерде оң көріп тұрмыз ғой, соны оң ілеміз. Яғни бұл біздің изнаночный жағымыз. Яғни кері жағын ортасындағы оң. Яғни оң жағында теріс жағында оң түсіп отырады ғой, сондықтан. Енді накид көріп тұрмыз. Накидті қалай аламыз? Артқы жағынан емес, алдыңғы жағынан. Алдыңғы жағынан етіп, міне, осылай іліп аламыз. Сосын оң болады, және соңғысы кері. Осылай болады. Енді келесіде уже біз қазір келесіден бастап маркерге кеземіз. Ол үшін қараңыз, біріншісін оң аласыз. Міне, оң емес, то есть іліп аласыз, жай ғана. Екіншісі бізде платочная вязка болғандықтан оң болады. Содан кейінгісі де оң болады. Міне, оң. Енді тағы бір накид жасау керекпіз. Ол үшін қараңыздар. Так, не осылай и алға. Так, осы накидті кішке шатсам енді. Өзімізге болғанда, бұл артқа кетіп тұр, значит, алға бай. Так.
на себя өзімізге қарай, иә? Дұрыс. Сосын так, на себяға. Сол маркердің алдында, то есть маркер қоятын кезде бізге маркер кигізіп алу керек еді. Жаңағы накидтен бұрын маркер. Так, маркер кигіздік. Енді тағы бір маркер кигізейік. Бұл уже ортаңғы петляны бөлу үшін. Міне. Так, бұл ортаңғы петляны өзін ішке іліп аламыз. Енді тағы маркер қоямыз. Маркер қоямыз. Енді накид керек бізге тағы да. Міне ортаңғы петляны бөліп алдық. Бұл негізгі, бұл өзгермейді. Соны алып қойдық. Енді накидімізді тексереміз. Так, бұлай емес. Міне от себя деген осылай болады. Енді так, одан кейін тағы бір маркер керек. Қазір түсіндірем бұл маркерлер не үшін екен, Енді мына жерде платочная вязка, екеу, шетіндегі екеу, оны оң, всегда оң істейміз. Оң, және мына соңғысы теріс. Так, қараңыздар. Мінекей. Неге біз бұлай жасадық, Өйткені ортасындағы ілмек міндетті түрде бізде өзгермейді. Сондықтан бұны біз шатыстырып алмау үшін екі маркер шетіне қойып қойдық. Және бұл маркерлерден кейін міндетті түрде прибавка болады. Яғни қосымша прибавкалар қосқанда қазір бұлай үлкейген кезде бізге түсінікті болады, Сол үшін жасап қойдық. Келесі бізде изнаночный дейді, яғни ішкі жағы, кері жағы. Оны қалай тоқимыз? Біріншісін бос аламыз. Бізде платочная вязка дедік, яғни оң жағында да, теріс жағында да біз оны оң алып отырамыз. Міне, оң алдық. Оң алып алдық. Енді маркерді кигізесіз. Яғни біз теріс жағында прибавка жасамаймыз ғой. Сондықтан осылай. Енді міне қараңыз, біз прибавканы көріп тұрық. Оны қалай тоқимыз? Міне, бер жағынан емес, арғы жағынан тоқимыз. Сонда бізде скрещенный болып түсу керек, міне. Скрещенный болып түсті. Сосын маркерді береміз. Бұл жерде центральный петля. Біз теріс жағын тоқып жатқандықтан, бұл орталық петля бізде оң болып тұр. Міне, оң, оны солай тоқып өтеміз. И екі шетінде прибавка бар еді ғой, міне. Оның бер жағынан тоқимыз. Бүйтіп емес, алдынан. Яғни біз қосымша скрещивание жасаймыз. Узорымыз ашылып кетпеу үшін бір жағынан. Енді мына жер платочная вязканыкі. Яғни тағы екі оң болады. Теріс жағында да, оң жағында да осы екі петляны оң тоқимыз. Оң жағында да, теріс жағында да осы екі петляны оң тоқимыз. Және мынау теріс болады бізде. Өйткені біз шет жақтарын всегда соңында теріс алып отырамыз, басын оң алып отырамыз. Ол всегда сондай бізде, барлық кезде сондай болады. Енді міне оң жағына келдік. Бұны қалай істейміз дальше? Міне бос іліп алдық. Екеуін көріп тұрмыз ғой. Оны всегда оң тоқимыз дедік, жаңа? Всегда оң тоқимыз. Мен әлі круговойға өтпей осыны көрсетіп отырмын, чтобы кішкене түсінікті болу үшін. Қазір кішкене өскеннен кейін круговойға өтетін боламын. Міне оң болды. Міне біреуін бос алдық, біріншісін, екеуін оң. Есіңізде сақтап алыңыз. Біріншісін бос, екеуін оң. Сосын маркерді жібересіз де, бұл жерден бастап прибавка жасайсыз. Жаңағыдай от себя, на себя деген. Біріншісі сізде на себя болады. Өзіңізге қарау керек, міне. Қарап тұр, тартылғанда. Содан кейін мынаны так, бұны енді уже оң тоқи бастаймыз. Осы қатардан бастап, міне оң тоқимыз. Бұл оң болады. Міне оң тоқыдық. Өйткені бұл теріс жағы емес, міне теріс, оң тоқыдымыз бұны. Содан кейін жоқ, қате болды. Маркердің алдында тоқимыз ғой прибавканы. То есть, мына жерде прибавка керек емес. Міне мынаны оң тоқып аламыз. Міне оң тоқып алдық қоя. Міне оң тоқып алдық. Жаңағы теріс тұрғанды. Енді маркерді көрдік. Енді прибавка жасаймыз. Маркерді көрдік, прибавка жасаймыз. Солай болады. Мына өзімізге тартамыз на себя. Маркерді жібереміз. Бұл бізде оң жақ.
оң жақта біз изнаночный тоқимыз, ортаңғы маркерді жібереміз, маркерді. Яғни мына екі жасылдың ортасындағы негізгі маркер біз оң жағын тоқып жатқан кезде всегда изнаночный тоқимыз. Енді маркерден өткесін бірден прибавка жасаймыз. На себя, от себя болды, жаңағы. Міне, өзімізден кері кетті. Мынаны оң тоқимыз. Және маркер жібереміз. Мынаны да оң тоқимыз. Және мынаны да оң тоқимыз. И мынау соңғысы бізде кері болады. Осылай. Енді кері жағына келдік. Кері жағына келдік. Қараңыз. Біреуін бос аласыз. Екеуін оң тоқисыз. Басында сол кішкене түсініксіз болады. Бұл установочный ряд деп аталады. Басы чтобы қайырылып кетпеу үшін ғой. Одан кейін уже бір түсінік болғаннан кейін сіз уже түсінікті болып кете бересіз. Міне, мына жерде уже қараңыз, прибавка көріп тұрсыз да, оны бүйтіп ар жағынан оң тоқып жібересіз. Жоқ, міне, мына жерден бастап уже біз кері тоқимыз. Өйткені бұл бізде кері қатар. Кәдімгідей кері тоқи саласыз. Кері тоқисыз. Мына жерден көріп тұрсыз, бұнда кері тоқисыз. Міне, осылай кері болды. Бұл кері жағында енді мыналарды да кері тоқып отырасыз. Тек қана мына жердегі платочная вязканыкін ғана оң тоқисыз. Сосын қайсысы кері жағы екенін түсіну үшін қараңыздар. Мына жерде көрініп тұрады. Мынау оң көрсеңіз, бұл значит кері жақ деген сөз. Так, жібересіз. Мынаны оң тоқимыз. Жібереміз. Мынаны көріп тұрмыз, бұларды барлығын оң тоқып шығамыз. Кері тоқып шығамыз деген. Кері. Бір. Так. Біреу. И екеу. Енді мына жерде оң болады. Біреу, екеу, и соңғысы кері. Келесі оң қатар. Оң қатарда біз прибавка жасаймыз. Кері қатарда прибавка жасамаймыз, біріншісін оң жібереміз. Мына жерде платочная вязканыкі екеу, алғашқы екеу всегда оң тоқылады. Содан кейін міне маркерді аламыз. Маркерден кейін біреуін, екеуін оң тоқимыз. Және прибавка жасаймыз. Прибавка жасадық. Мынаны жасаймыз. Ортасындағысын кері тоқимыз. Жібереміз. Так, прибавка жасаймыз. Так, на себя болып кетті. От себя. Так, мынау екеу оң болады. Маркерді жібереміз. Маркерден кейінгілері міндетті түрде міне мынау оң болады. Маркерден кейінгі мынау үшеу бар ғой, соңғы екеуі міне. Соңғының алдында екеу, олар всегда оң болады. Басында да оңмен тоқыдық, соңында да оңмен тоқимыз. Мына жерде оң болады, мына жерде оң болады. Соңғысын көрсетейік, одан кейін уже самостоятельно осын жалғастыра береміз. Міне, мынау кері қатар. Кері қатар екен қайдан білдік? Міне көрініп тұр, ортасындағы оң болса, бізде бұл кері қатар деген сөз. Енді қараңыздар. Біріншісін просто аламыз, бос алып аламыз. Содан кейін алғашқы екеу всегда оң болады. Кері қатарда да, оң қатарда да оң болады. Маркердан кейін кері болады. Өйткені бұл кері қатар. Кері, және бұнда керіліп аламыз. Маркер, мынау ортасындағы всегда оң болады. Маркердің ішіндегі мыналардың барлығы кері болады. Былай, кері. Маркерді жібереміз. Одан кейін маркер деңгейлер оң болады. Өйткені платочная вязка. Және шетіндегісін, ең соңғысын кері алып аламыз. Түсінікті уже? Қараңыздар, енді мынау уже оң қатар. Оң жағы. Оны қалай істейміз міне? Соңғы рет көрсетем, одан кейін самостоятельно жасаймыз. Біріншісін бос іліп аласыз. Алғашқы екеуін бос іліп алғаннан кейін уже оң. Өйткені бұл бізде платочная вязка. Ал кері қатарда, оң қатарда да мына екеуі оң болады. Біріншісін всегда бос іліп аласыз. Маркер жібересіз. Маркер жібергеннен кейін міне біреу, екеу, үшеу оң. Маркерге келдік. Жасыл маркерді көреміз. Значит, прибавка жасаймыз дейміз.
прибавка жасаймыз. Так, мынау уже от себя өтіп. Міне. Енді уже үйрене бастадым менде. Мынау на себя. То есть мынау міне на себя болу үшін. Міне. Тартқанда сізге қарап тұру керек қой. Маркердің алдында жасаймыз оны міндетті түрде. Маркерді жібердік. Мына жерде міне кері болып тұр, Оны керісін кері қылып жасаймыз. Ортасындағы петляны өзгертпейміз. Оң жағында кері тоқимыз, кері жағында оң тоқимыз. Бұл өзгермейді. Жасылдың ішіндегі өзгермейді. Міне, бұл кері болып тұр. Сосын келесі міне маркерден өттік, енді от себя прибавка жасаймыз. Міне, осылай жасағанда от себя болады екен. Міне, назад кетіп тұр міне. От себя жасадық, енді уже оң. 1, 2, 3 оң. Оң. Оңнан кейін маркерді жібереміз. Сосын қараңыз, мына жерде теріс жағында да, оң жағында да оң болады. Енді оң қылып жасаймыз осылай. Енді соңғысы міне ішке болды. Енді дәл осы қарқынмен, дәл осы жаңағы біз жасағанмен ұзындығын қазір айтам, соған дейін тоқи береміз қазір. Неше сантиметр болғанға дейін қазір айтам, соны солай тоқи береміз. Мен қазір осы тоққаным круговой спицаға өтем, жаңа көрсеттім ғой, ұзын спицы лескадағы. Соған өтем да, сонымен тоқи берем. Сіздер де солай жалғастырасыздар. Яғни кері қатарлар, қайдан білеміз кері қатар екен? Кері қатар дегеніміз, мына жағында ортасы оң болса, бұл кері қатар. Мен көрініп тұр ғой, кері қатар екен, мына ортасы оң. Шетін бәрі кері. Ал оң қатар дегеніміз мынау. Міне. Міне, ортасы ғана кері, қалғандары примерно оң. Шетінде узор болады. Мінекей, осы жерден бастағанда санаған кезде, міне ортасындағы линияның ұзындығы, міне осылай жасаған кезде, бұлай ұзындығы 25 сантиметр болу керек. Шамамен 25 сантиметр. Так, примерно міне қараңыз. Осы жерден санағанда, міне, бұлай 25 сантиметр болғанша тоқи бересіздер. Прибавканы солай жасайсыздар, міне қараңыз. Мына бұрыштан, мына жерден басына дейін, міне мына жерге дейін барғанға дейін осылай қосып тоқи береміз. Прибавкамен тоқи береміз. Ар жағында сосын бір 3 сантиметрдей прибавкасыз просто тоқимыз, одан кейін уже убавка болады. Оны кейін түсіндірем, әзірше осыны тоқи береміз. Тағы бір айтып жіберейін, міне қараңыздар. Біз прибавканы тек оң қатарда жасаймыз. Бұл қазір бізде қарап тұрсаңыз теріс қатар. Теріс қатарымыз. Прибавканы тек оң қатарда жасаймыз. Қазір қалай тоқимыз, міне. Біріншісін бос алып аламыз. Алғашқы екеуін оң аламыз. Өйткені бізде платочная вязка деген всегда оң болады. Маркерді жібереміз. Сосын міне 1, 2, 3, 4 шығып тұрма. Оның барлығын кері тоқимыз. Одан кейін маркерді жібереміз. Маркердің жанындағы міне ортаңғы петля оң ғой. Оны оң тоқимыз. Маркерді жібереміз. Мынаның бәрін кері тоқимыз, маркерді жібереміз, екеуін оң тоқимыз, мынаны кері тоқимыз соңғысын. Сөйтіп оң жағына өтіп аламыз. Оң жағына өткеннен кейін де қараңыздар. Біріншісін бос жібересіз, екеуін оң тоқисыз, маркерді жібересіз. Маркерді жібергеннен кейін мыналардың бәрін тоқисыз да, дәл осы жасыл маркер, бірінші маркердің алдында прибавка жасайсыз на себя. Одан кейін ортаныңғысын изнаночный кері тоқисыз, маркерді жібересіз. Прибавка жасайсыз от себя. Сосын мыналардың барлығын оң тоқисыз. Мына жерде оң тоқыдыңыз ғой енді. Оң тоқисыз да, маркер жібергеннен кейін екеуін оң тоқисыз, мынаны кері тоқисыз. Түсінікті ғой, бұл оң қатар. Кері қатарды жаңа айттым. Сөйтіп тоқып, осы жерден санағанда 25 сантиметр болған кезде, ол шамамен мынандай. Осындай. 25 сантиметр болған кезде кездесеміз. Одан кейін ары қарай айтатын боламын. Мінекей біз осы жерде 26 сантиметр тоқыдым мен. 26 сантиметр шықты. Мына жерге дейін мына қараңыздар. Так, кішкене. 26 сантиметр болды міне. Енді ары қарай 25-26 сантиметрдей шықты. Енді әрі қарай біз 6 сантиметр ешқандай прибавлениясыз, прибавкасыз тоқимыз. Мына жерде ортаңғы линия бізде изнаночный болып тұр ғой, ол солай қалай берсін маркерде. Бірақ мына изнаночныйды 6 сантиметр бойы, 6 сантиметр дегеніміз шамамен не осыншалықты
осыншалықты прибавкасыз ешқандай прибавление жасамай, және де мынау жерін тек оң қылып, барлығын бірдей оң қылып, мына жерде бір изнаночный бар, соны оң қылып, былай туда-обратно 6 сантиметр тоқып шығамыз. Тек осы шетіндегі платочная вязка узоры бар ғой, міне осы, сол өздері қала береді, тек қана ол сол қалады. Ал негізі мынау полный былай, мынаны линия жасамастан оңмен тоқып шығамыз. Яғни оң жағында оң, теріс жағында теріс қылып. Міне, теріс жағы қазір бізде осылай болып тұр. Қазір біріншісін сіздермен көрсетейін. Бәрі түсінікті негізінде. Міне біріншісін міне алдық. Алғашқы екеуі оң, өйткені узордікі. Сосын барлығын оң аламыз. Так, мінекей тоқып жатырмыз. Маркерге таяп қалдық. Міне маркерден тоқимыз оң қылып, және маркерді жібереміз де, мынаны да оң тоқимыз. Осыған дейін барлық жерде бұл кері тоқылған еді, енді оны да оң тоқимыз. 6 сантиметр бойы оң тоқимыз, 6 сантиметрден кейін қайтадан оны кері тоқимыз. Міне маркер жібердік, ешқандай прибавление жасамаймыз мына жерде де. Бұрын мысалы маркердің алдында және мына жерде маркерден, мына жерде маркердің алдында және мына жерде маркерден соң прибавка жасаған едік қой. Енді 6 сантиметр бойы прибавка жасамаймыз, және мынаны оң тоқып до конца тоқимыз. Ал мына жерде міне осы узор қалады. Мінекей маркерге келдік, оң жағында тоқып жатырмыз, әлі екеуін оңға тоқимыз, екеуін. Мынау соңғысы кері, әрқашан соңғысы кері болады, Так, кері жағына өттік, міне. Бірінші, екінші қатарды сіздермен көрсетіп жатырмын. Біріншісін босалып аламыз, всегда босаламыз. Мынаны бірінші және екеуін оң жасаймыз. Әрқашан оң болады бұл платочная вязка. Маркерді кигізгесін барлығын теріс тоқимыз. Барлығын теріс тоқи береміз, Даже, мысалы, біз мына жерде ортасындағы петляны оң тоқып жүрдік қой осыған дейін. Бұны да 6 сантиметр бойы теріс тоқисыз. Сонда мұнан барлығын теріс тоқисыз да. Мына жерде тек оң тоқисыз, өйткені бұл жерде узор қалу керек. Сөйтіп 6 сантиметр тоқисыз, 6 сантиметрден кездесеміз, ол жерде уже убавка, яғни қысқартулар болады. Мына шепчіктің бірінші жағы, екінші жағын, осы серединасын жасағаннан кейін екінші жағын жасаймыз. Екінші жағынан кейін осыны шнур жасаймыз, сөйтіп уже чепчігіміз дайын болады. Мінекей, мына жерден бастап 6 сантиметр тоқыдым. Не, 6 сантиметр болды. Ровно енді біз қысқартуларға көшеміз. Қысқартуларды дәл басында қалай прибавка, яғни көбейтулер жасады, қосулар мына жерден. Дәл солай маркердің алдындағы міне екеуін және мына маркерден соң екеуін осындай оң қатарларда қысқарту арқылы жасаймыз. Ал кері жағын ешқандай өзгертулерсіз тоқимыз. Және бір айтатын жағдай, маркердің ішіндегі осы петляны кері алып отырамыз. Дәл осы жердегідей узор шығу үшін. Және барлығын оң қылдық қой, енді мынаны кері алып отыратын боламыз. Және мына оң қатарда, осындай оң қатарларда мына екеуін және мына екеуін қысқартып отырамыз. Олай болса, қысқартуларды қалай жасайтынын көрсетеміз. Қазір мен оң тоқып, мына жерге дейін кездесеміз. Осында екі петля қалғанда, екі ілмек қалғанда кездесеміз. Мынаның барлығын оң тоқып шығыңыздар. Мінекей, екеу қалды. Бұны қалай жасайтын боламыз? Біріншісін осылай екі ілмектің біріншісін аламыз, бос іліп аламыз. Және мынаны міне осылай кәдімгідей ілеміз. Және жаңағы бос ілгенімізді мынаның алдына былай өткіземіз. Міне. Сонда бізде наклон былай қарай болады. Міне. Енді келесі қалай жасаймыз? Мынаны ішке аламыз. Маркердің ішіндегі ілмекті кері аламыз. Кері алғаннан кейін маркерді жібереміз. Және бұл жерде қалай жасаймыз? Мынаны оң ілеміз. Оң ілдік,
мынаны міне осылай, міне қалай тұр осылай, және мынадан кері өткіземіз. Мінекей осылай болады. Қазір қайттан көрсетейін, иә? Түсініксіз болып қалған сияқты. Міне. Мысалы, бізде қалай тұрды, міне былай тұрды ғой. Міне қараңыздар, міне осылай тұрды, иә? Сосын мынау маркерден кейінгі бірінші ілмекті оң қылып іліп аламыз. Иә? Мынау осылай тұрады. Осылай тұрды ғой, міне, осылай тұрды. Оны былай бір жағына қисайтып аламыз. Сосын мынаны кіргіземіз де, мынаны одан былай өткіземіз. Міне. Сонда осылай ілмек болады. Яғни біздің қысқартқан кезде ілмектеріміз осылай тұру қажет. Енді дәл осылай қайталай береміз. Маркердің жанына келген кезде оң жағынан, жаңа осы оң бетінен маркердің алдында және маркерден соң жаңағыдай қысқартуларды жасаймыз. Және мына ішкі жағында міндетті түрде кері ілмекпен аламыз. Сонда мынандай узор болу керек қой. Сол үшін жаңа артқылардың барлығын жаңа узор бойынша тоқи береміз. Яғни артында барлығы кері болады, тек мына ортасындағы петляны оң қылып тоқимыз артынан. Солай бізде 9 петля қалғанша, 9 ілмек қалғанша жалғастырасыздар қысқартуларды. 9 ілмек қалғаннан кейін кездесіп, басында біз мына жерде өзгеше тоқыдық қой осы жерін. Соны сіздерге көрсетем, ары қарай осылай шнур тоқимыз, сонымен біздің чепчигіміз дайын болады. Так, мінекей біз 9 ілмек қалғанша тоқыдық, оң жаққа келдік. Міне оң жақ бетінен бастап қысқартамыз. Барлық қысқартуларды жасаған кезде қараңыздар, біз жаңа екі түрлі жасаймыз ғой. Біз орталық ілмектің алдында өзгеше қысқартамыз, соңында өзгеше қысқартамыз. Неліктен? Өйткені осындай міне барлығы ровно болу үшін. Міне мына жақ былай қарап тұр, былай қарап тұр, елочка сияқты қарап тұр ғой. Сондықтан міне бәрі бірдей болып тұр. Әдемі шығу үшін жаңағы қысқартулардың ережесін сақтағандарыңыз дұрыс. Енді 9 петля қалды, 9 ілмекті қалай қысқартамыз? Біріншісін осылай аламыз өзін, екіншісін екіншісін қазір көрсетеміз ке. Орталық петля мына жерде ғой. Екіншісін де оң қылып аламыз. Оң қылып аламыз. Негізі маркерлерді алып тастау қажет, ыңғайсыз болмас үшін маркерді алып тастайық. Енді орталық ілмектің алдындағы екеуін қысқартамыз. Екеуін де оң ілмек ретінде ілеміз. Міне. Жай ғана осылай оң ілмек ретінде іліп аламыз. Екеуін қысқартамыз. Және ортасындағы ілмек ол біреу өзі қалады. Оны да оң ілмек ретінде іле береміз. Мінекей. Так, оң ілмек ретінде алдық оны да. Содан кейінгісін. Содан кейінгі екеуін оларды да қысқартамыз. Бірақ бұл жерде менде міне бұлай тұрғандықтан бұларды осылай ілеміз. Яғни тоже қысқартып алдық, е. Енді мынау өзі оң болады, және мынау оң жағын тоқып жатқандықтан бұл да оң болады. Біз басында осылай тоқыдық қой, міне. Оң жағында тұрған оң қып, басы басталған кезде сол жаңағы сол қарқынмен тоқимыз, сол сияқты тоқимыз. Негізінде біз оң жағында да, теріс жағында да ең соңғысын теріс ілмекпен алған болатымыз. Ал осы жаңа 9 ілмек қалған кезде осылай оң жағымен жасаймыз. Бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек қалды. Теріс жағын аударамыз. Міне теріс жағы, бізде теріс жағы. Оны қалай жасаймыз? Біріншісін бос аламыз. Біріншісін бос іліп алдық. Мен жаңа ыңғайлы болу үшін осы чулочный спица қайта өттім, қысқа спицаға. Негізі оның алдында ұзын спицамен тоққанбыз, е. Міне біріншісін оң, екіншісін оң, үшіншісін оң, төртіншісін оң, міне оң, и соңғысын кері аламыз. Кері жақта кері аламыз соңғысын. Енді оң жақта қайтадан қысқарту болады.
біріншісін оң алып аламыз. Және мынамен мынаны қысқартамыз. Оны аударып аламыз да. Міне, осылай қысқартамыз. Және бұл оң болады. Мына екеуін қысқартамыз. Олар дайын тұр. Просто мына жағынан алып қысқартамыз міне. Так. Камераға кішкене ыңғайсыз болғандықтан осылай қысқартамыз. Және соңғысын оң аламыз. Оң жағында тұрғаннан кейін. Міне бізде уже 1, 2, 3, 4, 5 қалды. Кері аламыз. Біріншісін аламыз. Так, оң, 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 және соңғысын теріс. Так, енді бұрамыз. Бұл жерде қалай қысқартамыз? 5 қалды ғой. Бізге 3 қалдыру керек. Сондықтан мына екеуін бөлек қысқартамыз, және мына екеуін бөлек қысқартамыз. Мұны қысқарту үшін екеуінде оң қылдық. Міне біреу. Мына өзі біреу, и мынаны да жағынан бастап артынан. Шетінен аламыз. Міне, сонда бізде 3 қалды. Енді бұл 3-ді жаңағыдай өзіміз білеміз, шнур тоқуды. Міне, мынаны енді бұлай бұрмаймыз. Осы қалпында сырғыту арқылы. Мынаны енді бұрмаймыз. 3 қалғаннан кейін бұлай бұрмаймыз, бүйтіп бұрмаймыз, олай істемейміз. Міне, сырғыту арқылы. Сырғыту арқылы 3-де тоқып отырамыз. Сонда бізде шнур пайда болады. Шнур тоқудың біз жаңа басында қалай бастадық, солай тоқимыз. Міне. Осылай тоқимыз. Сіздің шнур әртүрлі болуы мүмкін. Осы қалыпта 3-ін қатар тоқи бересіз. Міне, дәл осылай сырғыту арқылы, бұлай сырғыту арқылы. Аударып қойып жүрмеңіз, аударып қойсаңыз сізде шнур шықпайды. Сондықтан сырғыту арқылы тоқып отырасыз. Өте түсінікті деп ойлаймын, сырғыту арқылы. Ана осылай. Сондықтан біз чулочный спицаға, мына қысқа спицаларға өттік. Шнур жоқ спицалармен өте ыңғайлы тоқу. Сонда міне осылай бізде шнур пайда болып жатыр. Бұл шнурдың ұзындығы, жаңағы басындағы шнурдың ұзындығымен бірдей болу керек қой. Мысалы, осымен өлшеп тоқи берсеңіз болады. Мысалы, менде 40 сантиметр ма, сізде қысқа немесе ұзын болуы мүмкін. Өзіңіз тоқисыз. Содан кейін 3 ілмекті бірден іліп аласыз, қысқартып. Сонымен біздің жаңағыдай чепчегіміз бітеді. Осыны до конца тоқисыз да, мынаны өзіңіз түйесіз. 3-ін бірге қысқартып түйесіз. Жақсылап түйіп, жібін ішіне кіргізесіз. Сөйтіп біздің чепчегіміз дайын болады. Және бұл қазір осылай тұр, бірақ жуғаннан кейін бұл барлығы ашылып, жақсы болып қысқарады. Мынандай кішкене ВТО дейді, яғни сәл отпариватель болса, немесе үтікпен тигізбей, алыстан пармен жақсылап жуғаннан кейін жасап жерсеңіз болады. Сонда мына узорлардың барлығы бұлай ровно болып тұрады. Мен жуғаннан кейін тағы да көрсетемін. Негізгі примерно осындай. Так, жуғаннан кейін тағы да көрсететін боламын. Жалпы осындай, міне, осындай шнур до конца тоқисыздар.